Бүгін біз көрсетеміз қызықты ішті лимондан қантип алынған электрдің күші. Okuyumuz, izleyicilerimiz yaratağımız yollarının жетекçisi Sümbay Zeynay. Katışıcısı ben Nazifek olan Aşır. Ben Yusuf Baylı. Ben Manap Vaguli. Ben İsabel Ahmeder. Ben Canbaya Fadul Basit. Limon бұл струс лимон. Бұл струс өсімдіктерінің бірі руталар, рутакея үлгісіне керек. Анын жеміші сары түсті, қышқыл дағымдағы мөмі. Лимон тропикалық жана субтропикалық аймақтарда өсіріледі. Илми аты струс лимон. Үлгілесі рутакея үлгісіне керек. Тұқымы струс келіп шығышы Индия, Мини, Қытай аймақтарында шыққан деп есептелінеді. Өсімдіктің сүреттелуші дарағының биіктігі 3-6 метрге чейін болады. Gülü ақ түсті, жыты жағымды, екі жынысты, жалбырағы жашыл, жыты жағымды, мөмөсі сары түсті, қышқылдағымды, қабығы жұқа же қалыңда болушы мүмкін. Тазалық жана үй чарбасында лимон жікті кетірек. Мисалы, мұздатқышта же қолдан сарымсақ жікті шықса, ашқана іштері жылтыратады. Лимон менен тұзды аралаштырып, байтақтарды тазалайды. Металл бұйымдарды тазалайды. Айры, қашық, чайнек жана башкаларды. Үйдің абасын сергитет, жағымды жыт шығарат. Сулуулук жана гигиена үчүн терини агартат жана тазалайт. Безеткилерди азайтат. Тырмакты бекемдет. Лимон ширесине малып 5-10 мүнөт кармоо пайдалуу. Шашка жылтырак берет. Лимон суусун шампундан кийин колдонсо болот. Лимондун пайдалуу касиеттери: ден соолукка пайдалуу, иммунитетти күчөйтөт. Курамдагы С витамини организмдин вирустардан коргойт. Суук тийгенде жардам берет. Лимон кошулган жылуу суу же чай ооруну жана жүгөрдү жеңилдетет. Кан басымын жөнгө салат. Лимон организмдеги туз менен улуу заттарды чыгарат. Жүрөк кан тамыр системасын бекемдейт. Тамак ашта колдонулушу: лимон тамактарга таам жана жыт берет. Суудагы бактерияларды өлтүрөт, сууду таза кылат. Жаңы пишкан жемиштерди өңүн сактайт. Мисалы, алма карарып кетпеслиги үчүн лимон ширесин чачышат. Лимондун зыян жактары: эгер ашча колдонсо, ашказанда кычкылдуулугу жогору адамдарга болбойт. Тиш эмалын бузушу мүмкүн, себеби анда кычкылдуулугу көп. Териге туш тийгенде кээде адамга аллергия жаратат. Аш бөлүмдүү заттарды тең салмактуулугун жоготот. Лимон жөнүндө кызыктуу фактылар: бир лимондо орточо 40-60 мг С витамини болот. Лимон дарагы жылына 600-800 кг мөмө бере алат. Лимон суусуну табигый дезинфекциялоочу зат катары колдонулат. Лимондон ток алуу бул жөнөкөй электрлик тажрыйба. Анда биз лимонду колдонуп кичинекей энергия алабыз. Ал ишти аткаруу үчүн бизге төмөнкү жабдыктар керек болот. 4 дана лимон, 4 дана жезим жана 4 дана мык керек болот. Төктү өткөрүү үчүн биз аны же лампочка же болбосо вольтметр менен текшерип алабыз. Иштөө принциби: лимонда лимон кислотасы бар. Ал кислоталуу чөйрөдө жез жана мыктын ортосундагы химиялык реакцияга киришип, өзүнөн кичинекей электрлер пайда кылат. Ошону менен ток пайда болот. Лимондон ток алуу бул жаратылышта химиялык реакциялар аркылуу электр энергиясын алуунун бир мисалы. Бул ыкма чоң көлөмдө энергия бербейт.